Қайным-ау, өзің білдей мұғалімсің, көзің ашық. Енді өзіңді білесің ғой, қазір банктерге барсаң 5 минутта бере салады ғой. Жеңеше, соны өзі қайтарыласыздар ма? 3 миллион деген аз ақша емес қой. Сосын мен оны қалай алып беремін? Құдай-ау, қайным-ау, неге қайтара алмаймыз? Қайтара аламыз. 2-ақ жылда қайтара аламыз. Міне ағаң отыр ғой, міне. Айтсаңшы өзің бірдеңе деп. Иә, қайтарамыз. Қайтарамыз әрине. Сол несиені неге өз аттарыңызға алмайсыздар? Ол былай ғой. Жалпы, айналайын қайным, сен бізді түсінші. Менің атымда 2 кредит бар. Иә, 2, ағаңның атында да бар. Енді жағдай қиын болып тұр ғой, алыс адам емессің. Банкке барып, бар болғаны 3,5 миллион теңгені алып берсең болды, ана істі бастаймыз да кетеміз. Сол ісіміз жүргеннен кейін 2-ақ жылда жауып тастаймыз. Сенің ешкім мазаңды алмайды, ешкім хабарласпайды. Ойымда ма? Ассалаумағалейкум ағайын. Қазақта туған туыстың хақысы әрдайым жоғары тұрады. Өмір болған соң алыс беріс жағдайға қарайласу бар. Кезінде бауырынан бір тай жетектеп, бір танасын қоса қайтарып жататын керемет қарым-қатынастар болған. Қазір де бар, жоққа шығармаймыз. Сондай-ақ қазір бір туған бауырлардың да бір-бірін көрмей жататын мысалдарын да білеміз. Соның дені арадағы ақша, мал-мүлік, дүниеге байланысты болса керек. Оның ішінде кредит, несие деген нәрсе ағайынның арасын алшақтатып жатқан жасырын емес. Бүгінгі тақырып осы жайында болмақ. Сонымен бұлай қылай қайным, сен банктен өз атыңа 3 миллион теңгені алып бер. 200 мыңын өзің алып қал. Сол емес пе? Иә. Қазір неше түрлі жаңа телефондар шығып жатыр. Соның біреуін өзіңе сатып ал, сөйте ғой. Ал қалғанымызды ана іске салайық. Ел қатарлы бізде бизнес жасайықтар. Жеңеше, сосын ол несиені өздеріңіз қайтара аласыздар ма? Өйткені ертең банк маған қоңырау шалып, мазамды алып шулатып жүрмесін. Оның үстіне мен осы жалғыз үйімді кепілдікке қояйын деп отырмын ғой. Ойбай-ау, айналайын-ай, қайтармай жынды болыппыз ба? Әрине, сенің жалғыз үйіңді банкке алдырып қой, біз тыныш ұйықтайды дейсің бе? Айтсақшы бірдеңе деп, ағасау. Иә, тыныш ұйықтамаймыз. Иә, әрине. Жарайды онда. Алсам алып берейін. Қоймадыңыздар ғой. Бірақ есіңізде болсын, мен несие дегенді жек көремін. Міне азамат, міне. Жігіт деген осындай болу керек, ағасы. Онда не тұрс? Кеттік банкке. Кеттік. Иә, кеттік. Көп істің басы жақсы басталады осылай. Мәселе оның барысы мен нәтижесінде. Міне біз куә болған жайт қазір ең көп таралған алаяқтықтың түрі. Әрине, бауырының, жеңгесінің, әпкесінің атына несие алып, оны уақытында қайтарып жатқандар бар. Дегенмен, банк алдындағы жауапкершілік өзінің емес, өзгенің мойнында болғанда адам сәл босаңсиды. Әлгі банк әр тиынын санап берген ақша аспаннан түскендей сезінеді. Сондықтан оның жұмсалуы да оңай. Ал оны қайтаруға келгенде міне әлгіндегі өлердегі сөзін айтып көндірген туыстардың сыналатын сәті осы. Аға, жеңгей, 1 жыл. Ойбай, 1 ай емес, 1 жыл бойы көктеңде төлемепсіздер ғой. Айттым ба сіздерге? Енді қазір үйімді алып қояйын деп жатыр. Айттым ғой. Ұятыңыз жоқ екен сізде, жеңгей. Айналайын, біріншіден айғайлама. Екіншіден не болсын шама жау шапқандай, ә? Алдымен шаңыраққа қара. Айтатын сөзін дұрыстап айт. Ұятсыз, миятсыз деген сөздерді қой. Мәдениетті жандармыз, айналайын. Басымызды ауыртпа, дұрыс сөйлей салмаса шығып кет үйден. Ойбай, жеңгей, өткенде несие алған кезде не дедіңіздер? Бәрін уақытында төлейміз дедіңіздер, аға. 2-ақ жылда жауып тастаймыз. Сенің ешкім мазаңды алмайды, ешкім хабарласпайды. Ойымда ма? Өзіңіз болдыңыз ғой, өз көзіңізбен көрдіңіз. Бірдеңе десеңші, мынау кісі тіпті өз сөзінен өзі таңып отыр ғой. Енді мен не деймін? Аға, ойбай-ау, не дейін дегеніңіз не? Мені көшеге қуып шықпақшы. Үйімді тартып алмақшы. Кредит алған кезде.
Не дедіңіздер? Осы жалынып, жалбарынып, менің үйімнен шықпай қойдыңыздар ғой. Айналайын, ақырын сөйлеші. Басым ауырып кетті. Басым? Басым ауырып деген несі? Банк 1 жыл бойы төленбеген несиенің артынан қудалап жүр. Мені қудалап жүр. Оның үстіне үйім тартып алмақшы. Ал пенсиясы осы күнге үстіне 6 миллион болыпты аға. 6 миллион! Оның үстіне мен бүгін сотқа шақырып отыр. Міне бүгін сотқа барам. Сотқа шақырса бар. Маған ал дейсің. Неме сотқа бар бірден айтады дейсің бе? Кешір, менің жағдайым жоқ, ешқандай ақшам жоқ. Банкке үйін алдырып жатқандардың басы да, соғы да сен емессің. Болды, бітті, мен айтарымды айттым. Ақшам жоқ, жағдайым жоқ. Басымды ауыртпай мені өлтірсең де ақша жоқ менде. Аға. Міне осы жайт көп кездеседі. Бұны жалпақ тілмен айтқанда лақтыру деп атайды. Иә, басында сіз сеніп біреуге өз атыңыздан несие алып бересіз. Өмір болған соң ешкім ертеңіне кепілдік бермейді. Сондықтан көп жан әлгі несиені уақытында төлейді алмайды. Оның үстіне ол ақша өз атында болмаған соң біреудің жоғын біреу ысқырып жүріп іздейтін әдет емес пе? Ендеше істің соңы осындай тұйыққа, әділетсіздікке кеп тірелуі әбден мүмкін. Енді не істемек керек? Қайтармай жынды болыппыз ба? Сенің жалғыз үйіңді банкке алдырып қойып біз тыныш ұйықтайды дейсің бе? Басымды ауыртпай мені өлтірсең де ақша жоқ менде. Банкке үйін алдырып жатқандардың басы да, соғы да сен емессің. Жоқ, бұл шешім емес, бұл әсте шешім емес. Қабірден басқа жердің бәрінен шығатын жол бар. Адам әр зұлымдықпен, әр әділетсіздікке шыдамай, өз-өзіне қол сала берсе, бұл жалғанда адам қалмас еді. Ендеше елдің бәрінде проблема бар. Проблемасы жан жоқ, ал оны қашып емес, шешіп құтылу керек. Ал мына проблема болмас үшін көрерменге бірнеше кеңес. Ешқашан өз атыңыздан өзгеге несие алып бермеңіз. Бұл өте қауіпті. Қанша сенімді дегенмен өмір болған соң түрлі жайттар болып тұрады. Адам расында төлей алмауы мүмкін. Ал заңды тұрғыдағы жауапкершілік сіздің атыңызда болғандықтан банк алдында оны ешкімге түсіндіре алмайсыз. Жалпы кредитке жоламаңыз. Мүмкін болса қарыз беріңіз. Егер жағдай тым ушығып тұрса, расында көмекке зәру болса, көлігіңізді сатып болса да көмектесерсіз. Бәлкім арағайындылық қылып, өзгеден қарыз алып беріңіз. Бірақ бұл жерде ескертетін нәрсе, қарыз бергенде міндетті түрде арада қолхат болсын. Бұл адамға деген сенімсіздік емес, бұл керісінше өзара сенім деген сөз. Басында білмедім ғой бұлай болатын. Сендім ғой. Бұлай лақтырып кетеді деп ойламаппын. Енді маған қандай кеңес бересіз? Жоға, құрсын атама. Ойбай-ау, ей, кредитті мойны алған нес? Бақандай 6 миллион. Менің басымда 2 кредит бар, мынаның басында кредиті үйіліп тұр. Енді ол ақшаны алған мен емеспін ғой. Қалай түсінбейсіздер? Сол миллионы бізге бір тиын да берген жоқ қой. Енді қайда кетті ол? Айтшы маған, түсіндірші қайда кеткен? Енді бизнеске салғанбыз ғой. Кетті ғой бәрі. Аға, бизнеске салсаңыздар, оған менің емес шығырмын, Айналайын, қайным-ау, осы жоқ жерден кінәлі іздемей қояқшы. Өзіңде бір болмайтын жерден кен қазады екенсің,
Айттым ғой, біздің жағдайымыз жоқ, ешқандай кредит төлей алмаймыз, не істейміз? Ал мен не істеймін сонда? Менің жағдайыма кім көріп көрді? Ұяттарыңыз жоқ екен. Қалай ғана сіздерге сеніп, қандай оңбаған адамдарсыздар. Өзің байқап сөйле, айналайын. Байқап сөйле. Банкке барған өзің, қол қойып алған өзің, біз сені зорлаған жоқпыз. Не деп отырсың, Біздің төлейтін жағдайымыз жоқ ешқандай. Шық үйден. Қалай төлесең, олай төле. Мен қайдан білейін? Қызық өзі. Мен жеңгемнен мұндай сөз естеймін деп ойлаған жоқпын. Несие аларда сонша жалынды ғой. Туыс адамдармыз. Бізге сен деді. Енді есектері судан өткен соң айтып отырған әңгімесі осы. Мұндай туысқанның барынан жоқ. Енді көрмегенім осылар болсын. Ең қасіреттісі осы, ағайын адамдардың бір-біріне көпе көрінеу, зұлымдық жасауын, қолдан қиянат қылуын тұтас ұлтқа жасалған шабуыл деуге болады. Міне енді осындай оқиғадан кейін туыстар бір-біріне сене ала ма? Олар бір-бірінің жоғын іздесе ме? Бұрын асар деген болған, жылу деген болған, ағайынгершілік жағдайға кіру, мұның бәрі осы несиенің кесірінен жоғалу қаупінің алдында тұр. Жалпы қазақта жағдайды түсіну, жанашырлық деген бар. Бұның да адамдар бойынан табылмай жатуына мына бір себепті келтірсек болады. Бер планшетім, бермеймін. Ол сенікі емес, менікі. Жоқ, менікі. Папа маған сата берді. Әперсе қайтейін. Ол енді менікі. Ту жері қалдың ғой. Бер планшетім, бермеймін. Маған бер дедім, бер дедім. Балалық шақта осындай ойыншыққа таласулар болатын. Бұл сәбилік бейгүне тартыс. Бірақ осының қазіргі заманауи көрінісі тым күрделеніп барады. Неге дейсіз ғой? Кезінде атана баланы күн сайын далаға шығарып ойнататын. Бұның астарында үлкен мән жатыр екен. Бала табиғатқа шығып ойнау арқылы қоршаған ортадан өзіне қажетті энергияны, кей тұста махаббаты, жан-жануар, кептер, торғайларға деген сүйіспеншілігі, қызығушылығы оянып, оның бойында болашақта керек адамгершіліктің негізі қаланады екен. Ал қазір қалай? Әкел дедім, әкел. Бермеймін, айттым ғой жаңағыда, не көтеп? Әкел дейін, кетші бар. Бермеймін дедім ба, бермеймін. Қазір бала 24 сағат 4 қабырғаның, одан қалса планшеттің экранындағы визуалды әлемнің ішінде. Ол бойына алуы керек табиғи құндылықтарды, қардың сықырынан оянатын бір түрлі нәзік сезімдерден, көзбен көріп, қолмен ұстауға болатын дала құбылыстарынан ада күйде өсіп жатыр. Осыдан келіп, баланың бойында жанашырлық, махаббат, түсінушілік секілді бір қатар сезімдер кемшін дамып, әр нәрсеге күйреу, қиып жібергіш, омырылып түскіш әлсіз адамға айналады екен. Ендеше баланың азамат болып қалыптасу үшін оны бір мезгіл табиғатпен сырласуға, аулада жаңа достар тауып, ойнауына мүмкіндік беру керек. Ал батырлар, жүздер ғана далаға барып ойнайды. Оқ, далаға, мәм сақпақ. Теремес, мен далаға шығамын. Қайынсының атына кредит алып, кейін оны төлемей, туыс адамды тығырыққа тіреп қойған кейіпкерлердің жағдайына қайта оралсақ. Адамның өмірінде осындай қиын сәттер болады ғой. Былай тартсаң, өгіз өледі, былай тартсаң, арба сынады. Басында кредит алғанда бизнесті жүргізіп кетеміз деген ой болды. Бірақ бәрі біз ойлағандай болмайды екен. Мен айбынды түсініп отырмын. Ол кінәлі емес. Біз кінәлі. Бірақ оны мойындау біз үшін қымбатқа түскелі тұр. Қайтпек керек. Бұның бәрі жауапкершілікке жүрдім бардым қараудан, өзара сенімнің жоғалғанынан және түсіністіктің, жанашырлықтың кетуінен болып жатыр. Жанашырлық. Бұл басты қасиет. Бұл жоғалса көп нәрсенің жоғалғаны. Ағайын адам бір-бірін лақтыру былай тұрсын, қайта бірінің жоғын бір іздесіп, кем кетігін жамасуы керек емес пе? Ал мына жағдайдан шығатын жол қайсы? Ол әлбетте отағасының қолында. Еркек жағдайды өз қолына алмаса, тұтас әулеттің адамдары бір-біріне жау болып кетуі әбден мүмкін. Ал бұл не бір ақша байлықтан да жоғары тұрған құндылық емес пе?
былай қыламыз. Ана көлікті сатамыз. Көлікті? Иә. Жайшылық па сенікі? Жайшылық емес. Ана бөлемді бәлеге қалдырған өзімізбіз. Қазір үйтіп құтылармыз. Алланың алдында қалай құтыламыз? Ой, ол айта береді, оның үйін ешкім алмайды. Кейін төлейміз ғой жағдай болғанда. Жағдай қашан болады? Жағдай қашан болады? Ақшаның кесірінен бауырларыммен бет жыртысқым келмейді. Қазір ана көлікті сатамыз да, несиені жауып тастаймыз. Сосын екі қолыңды мұрныңа тағып отырмақсың ғой. Астындағы жалғыз көлікті сатып жетсерсің. Мешкей деген жақсы ат емес, алтын. Осы бәленің бәрін бастаған өзімізбіз. Сондықтан бұл бәлені жабуымыз керек. Ғани, тоқташы. Қойшы, жетер болды. Мен шешім қабылдадым. Құжаттарыңыз дайын ба? Иә, дайын. Ендеше банкке бірге барайық. Тұра тұрыңызшы. Тағы да бір ай сұрауға болмай ма? Көреміз қазір. Алдымен үйдің документтарын банктың атына аударып тастайық, сосын... Тұра тұрыңыз, банктың атына аударса, онда менде мүлдем мүмкіндік қалмайды ғой. Сізде 1 жыл бойы мүмкіндік болды несие төлеуге. Соны пайдаланбадыңыз. Мен несие аламын. Түсінесіз бе? Бірақ түсінбейсіз ғой сіз. Жүріңіз. Не болып жатыр? Қайда бара жатсыңдар? Қайтесіз сондағы? Айбын, тоқта. Проблеманы шешеміз. Мен ана көлікті саттым. Сен, Айбын, кешір бізді. Жеңгең әйел ғой. Ол байқаса әбден шаршады. Қарыздан қарыз, кредиттен кредит, көз ашпай кеттік. Мынау енді мен ана көлікті саттым. Мынау ақша кредит жабуға жетеді. О, керемет болды ғой. Тіпті былай істеуге болады. Хат жазып жағдайды түсіндіріп, үстіне пенен алып тастауға болады. Мен сол жағына көмектесемін. Тіптен жақсы. Рахмет аға. Мен бұл қалай болып кетті деп өмірдегі бар нәрседен күдірімді үзіп едім. Рахмет аға. Қазақ ешқашанда туысын тастамайды ғой. Мен сенгем аға. Адамды адам іздемесе, адамды адам түсінбесе, бұл жалғанда құндылық қалмайды. Қазір кей тұста жасыратын жоқ, сәулелі сөзге сараңдық қылып, нұрлы мінезден тартынып жатырмыз. Әрине, сананы тұрмыс билеген кезең ғой. Дегенмен өмірде жақсы адамдар бар. Мына ғаламның аман тұруы да Алланың мейірімі демеске шарамыз жоқ. Ал сол мейірімге лайық болу үшін біздер де өзара мейірімге, түсіністікке бұрылуымыз керек шығар. Көпі көріну, жала жабу, сөзден тану, серттен таю секілді жаман қасиеттермен күресуіміз керек шығар. Сонда ғана жақсы адам, жақсы отбасы, жақсы қоғам, кемел мемлекет боларымыз анық.